Сабағыңыз жемісті болсын десеңіз, мына 5 қағиданы ұмытпаңыз. Ол біріншіден, сіз сабаққа кірген кезде ең бірінші баланың зейінін өзіңізге аударып алуыңыз керек. Егер де сабаққа кіріп өзіңізбен өзіңіз сөйлей берсеңіз, балалар әрқайсысы өздері не жасағылары келеді, біреу карандашын ұстап жатады, біреу кітабын ашып жатады, біреу сумкасын ақтарып жатады. Ол баланың зейінін бірінші аударып алмайынша, ол бала сізді тыңдамайды. Сол үшін балаларға ең бірінші қандай әдіс тәсіл қолдансаңыз да өзіңіз білесіз, бірақ та балалардың бірінші зейінін аударып алу керек. Мысалға, мен сабаққа кірген кезде ең алдымен балалармен амандасамын да, жаңағы қол шапалақтау әдісін, немесе 1, 2, 3, немесе ағылшын тілінде 1, 2, 3 деп жаңағы балаларды осылай отырғызып аламын. Сосын барып өзімнің жаңағы айтатын жаңа тақырыбымды, немесе үй тапсырмасын сұрайтынымды барлығын балаларға айтамын. Олардың зейіні ең бірінші жаңа мұғалімде болу. Екінші қағида ол сабақты бастаған кезде ең алдымен өздеріңіздің жаңағы сабақ мақсаттарыңызды ұмытпауларыңыз керек. Яғни бүгінгі сабақ мақсат сізде балаларды тыңдалымдағысын үйрету болатын болса, немесе айтылымдағысын үйрететін болсаңыздар, сол бірінші мақсат бойынша тапсырмаларыңызды айтып кетесіздер. Сосын балаға түсінікті болу үшін міндетті түрде даусыңызды шығарыңқы қылып, қатты қылып айтасыздар. Ақырын айтсаңыздар, ол кейбір балаларға, артта отырған балаларға естілмей қалуы мүмкін. Сондықтан анық айтатын сөздеріңізді қаттырақ қылып айтасыздар. Келесі екінші қағида. Екінші қағида бойынша сабақта әр тапсырманы, немесе әрбір айтатын өзіңіздің жаңағы сөзіңізді тез жылдам балаға жеткізуге тырысыңыз. Ақырын, баяу қимылдасаңыз, әрине балалардың іштері пысып кетеді. Түсінікті әрі нақты қылып өз әрекеттеріңізді жасаңыздар. Мысалға, тез балалар, қанекей, тез кітабымызды ашамыз, дәптерімізді ашып мынаны жазып жібереміз, қанекей деп еще өзіңіз солар балалармен бірге жаңағы сол сыныптың ішінде бірге сол бір қазанда қайнап жатуыңыз керек. Егер сіз тапсырманы жай ғана беріп, ой балалар кітапты ашамыз, сосын деп жаңа өзіңіз жай ғана бүйтіп тоқтап қалдыңыз ба, пауза ұстап қалдыңыз ба, ары қарай уже балаларды қайтадан жіберіп аласыз да, қайтадан жинауға тура келетін болады. Келесі үшінші қағида. Үшінші қағида бойынша даусыңызды каждый жаңа интонацияңызға мән беріңіз. Себебі балаға ол қызықты болады. Егер де сіз монотонно, ешқандай интонациясыз балалар мынаны былай жасаймыз деп айтатын болсаңыз, әрине ол ешқандай баланың зейінін өзіңізге аудармайды. Ешқандай бала сіздің сабағыңызға қызықпайды. Егер сіздер каждый интонацияны былай істейміз, тез сөйлесеңіз де, ақырын сөйлесеңіз де, интонациямен, жақсы көңіл күймен, ырғақпен жеткізетін болсаңыз, ол кез келген баланың көңілін сізге аударып, сабаққа деген ынтасын жоғарылататын болады. Келесі төртінші қағида. Төртінші қағида бойынша сіз осы сабақты жаңағы орысша айтқанда рулить ететін адам екеніңізді ұмытпаңыз. Сіз басты рөлдесіз. Сіз жаңағы сабақта көлікті мысалы қалай қарай бұрсаңыз солай қарай жүреді, ол дөңгелектер. Оқушыларды дөңгелек деп есептейді. Сіз рөлді қалай қарай бұрасыз, олар солай қарай бұрылады. Яғни, егер де сіз сабақты тез жылдам осылай бәленбай тапсырманы орындаймын десеңіз, оны орындай аласыз. Ал егер де сіз асықпай, мен тек қана бірнеше тапсырмаға ғана тоқталамын десеңіз, оны да өзіңіз білесіз. Яғни сабақтың ең басты жетекшісі, ең басты рөлдегі адамы ол сізсіз. Соны ұмытпаңыз. Мысалға, мен сабақты өткен кезде қалай істеймін? Подряд бүкіл баладан сұрай бермеймін, басында барлығынан сұраймын, кейіннен жаңағы плюс қойып отырамын да, кімде плюс аз болады, яғни кім сабаққа аз қатысты, сол балаларды қатыстырамын. Ал постоянно қол көтеріп, постоянно қатыса беретін жаңағы бір баладан ғана сұрай беру, ол өте дұрыс емес. Барлық баланы қамту керек. Сол үшін де мен жаңа формативканы барлық балаға қоямын. Мысалға, менің тобымда 15 бала болса, мен күніне 15 балаға, 14 балаға формативка қоямын. Себебі мен барлығын қамтуға тырысамын оқушылардың. Өйткені ол бала күнделікті дайындалып келу керек. Егер дайындалған баладан біз сабақты уақытында сұрамайтын болсақ, ол келесі сабақта дайындалмайтын болады. Егер біздің әр сабақты үй тапсырмасын, одан бір нәрсені талап ететінімізді білетін бала, ол әр күні сабаққа дайын келетін болады. Сондықтан да мен өзімнің мысалы екінші сыныптарымен айта аламын, олар күнделікті сабаққа барлығы 100% дайындалып келеді. Олар сондайға үйренген. Себебі мен олардың әрбір
іс-әрекетіне плюс қойып отырамын. Мысалы, үй тапсырмасын орындады 1 плюс, бірінші тапсырманы сабақ бойынша бірінші тапсырманы орындады 2 плюс, үшінші тапсырмаларды орындаған үшін тағы да 3-4 плюс қоямын. Сонда ең көп 4 плюс алғандар, олар 10 балл алады, ал 3 плюс алғандар 9-8 балл қателеріне байланысты. Сондықтан балаларға бұл әділетті деп ойлаймын, жасаған тапсырмаларына байланысты баға қою. Сол үшін ұмытпаңыздар, бұл сабақтың ең басты иесі ол сіздерсіздер. Және 5-ші қағида, ең соңғы қағида, ол сабаққа әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдану. Яғни сабағымызды күнделікті түрлендіріп отыру. Егер сіз тек қана бір әдіспен сабақты өтетін болсаңыз, ол кезде де жаңа балаларды жалықтырып алуыңыз мүмкін. Сондықтан әр сабаққа дайындалған кезде әртүрлі әдіс тәсілдерді пайдалануға тырысыңыз. Сол кезде балаларыңыз сабаққа қызығушылықпен, сондай ынтамен, зейінмен қатысатын болады. Мысалы, мен балаларымды жаңа күтіп отырады. Бүгін біздің мұғалім бізге қандай тапсырма дайындап келеді екен, қандай әдіс тәсіл дайындап келеді екен, қандай ойын дайындап келеді екен деп жаңағы ынталана күтіп отырады. Сол үшін сіздер мұғалім болғандықтан көбінесе біз қандаймыз, ізденімпаз болуымыз керек, жаңашыл болуымыз керек. Сол үшін күнделікті сабаққа ізденіп, әртүрлі әдіс тәсілмен баруды ұмытпайық. Өздеріңізде бір 10-15 әдіс тәсілді алып алсаңыздар, соны кез келген сабақта түрлендіріп жасай бересіздер. Ол не обязательно үйден 5 әдіс тәсіл дайындалып келіп, соны ғана алу. Кейде ол әдіс тәсілдеріңіздің кейбіреуі өтпей қалады. Мен көбінесе сабақта импровизация жасап жіберемін, балаларға байланысты. Мысалы, мен 2А сыныбына барып бір әдісті, 2 сыныпқа да бір әдісті дайындап бару мүмкін, бірақ та 2А сыныбына барып мен басқа әдісті пайдалану мүмкін. Ал 2А сыныбына барып ол әдісі мен өтпей қалуы мүмкін, басқа әдіс қолданып жүремін. Себебі ол 2 сыныптың жылдамдығы әртүрлі болуы мүмкін. 2 сыныпта белсенді балалардың саны әртүрлі болуы мүмкін, жақсы оқитын балалардың саны әртүрлі болуы мүмкін. 2 сыныптың да жалпы оқу деңгейі, білім деңгейі әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан бір әдісті алып бүкіл сыныпқа бара берем деген ондай жоқ. Сол үшін өздеріңізге бір белгілі бір 10-15 әдіс тәсілді жаңағы есіңізде ұстап жүрсеңіз, тіпті сабақта кейде бір болады ғой, ұмытып кетесіздер, бір әдіс тәсілді үлгермей қаласыздар, соны ойлап табуды. Сол кезде ойларыңызда тұрған бір әдісті қолданып жүрсеңіздер болады. Ол жаңағы мысалға светофор әдісі болсын, қызыл жасыл дегенді үйрететін бастауыштарға өте көп қой. 6-шы сыныптарға да сондай әдіс тәсілдерді оңай қолдануға болады. Мысалы, менде 2-6 сыныптарым бар. Сол кезде сондай ұтымды әдістерді қолданамын. Егер де сіздерге әдіс тәсілдер қажет болса, мен келесі рилстарда, рубрикаларда мен осындай өзімнің қолданатын әдіс тәсілдеріммен бөлісуді жоспарлаймын. Сондықтан комментарийға жазыңыздар. Егер сіздерге қандай әдіс тәсіл қызық болса, соны көрсететін боламын. Осы уақытқа дейін енді сабақ үстіндегі әдіс тәсілдерімді салып жүрдім. Бірақ та қазір бізде ол ыңғайы болмай тұрғандықтан мен осылай ауызша сіздерге түсіндіруге тырысамын. Әрине комментарийға жазып, лайктарыңызды басып кетіңіздер, егер барлығы түсінікті болса. Осы міне сабақтың жақсы ұтымды өткізудің 5 қағидасы осы. Тағы да егер де менен көмек қажет болса, жазыңыздар.